Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Аяжан, және бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бұл иррационал теңдеулер және олардың жүйелері. Жалпы иррационал теңдеу дегеніміз не деген сұрақ келеді ең алдымен. Оған анықтама беріп кететін болсам, айнымалысы түбір таңбасының астында болатын теңдеу иррационал теңдеу деп аталады. Оған мысалы осындай мысал келтірейік. Яғни 3 дәрежелі түбір асты x минус 2 тең 0, немесе түбір асты 6 минус x минус түбір асты x минус 7 тең 5, немесе түбір асты x квадрат минус 5 тең 2 және тағы сол сияқты теңдеулер иррационал теңдеулер болып табылады. Ал келесі бізде x квадрат минус 5 дәрежелі түбір асты 3 қосылған түбір асты 3 тең түбір асты 7 теңдеуі иррационал теңдеу болып табылмайды. Себебі бізде бұл жерде түбір таңбасының астында айнымалы жоқ. Егер де бізде түбір таңбасының астында қандай да бір айнымалы болсақ, яғни алдыңғы мысалда көрсетілгендей түбір асты 6 минус x минус түбір асты x минус 7, яғни x бізде бұл жерде айнымалы ғой. Сол жерде сондай айнымалы болса, онда бұл жерде бізде бұл теңдеу иррационал теңдеу болып аталады. Ал бұл жерде бізде түбір астының астында тек қана жай сандар ғана болып тұр. Сол себепті айнымалысы болмағандықтан бұл бізде иррационал теңдеуге жатпайды. Және жұп көрсеткішті түбірлер бар иррационал теңдеулердің мағыналары құрамындағы айнымалылардың әрбір мәнінде бола бермейді. Сондықтан иррационал теңдеулердің мүмкін мәндер жиынын, яғни ММЖ деп айтамыз, анықтап отыру керек. Яғни оған келесі мысалды көрсетейік сіздерге. Яғни мысал ретінде түбірі жоқ теңдеуді алайық. Яғни бұл жерде жаңағы бізге мысал ретінде келген түбір асты 6 минус x минус түбір асты x минус 7 тең 5 теңдеуін алайық. Бұл жерде шешу жолы ең алдымен бұл теңдеудің мүмкін мәндер жиынын анықтап алуымыз керек. Мүмкін мәндер жиыны, яғни ол түбір астында бізде минус сандар болуы мүмкін емес. Яғни барлығы 0-ге тең немесе 0-ден үлкен сандар болады. Сол себепті біз түбір асты дағы санды, яғни өрнекті 6 минус x-ті үлкен немесе тең 0-ден, x-ті x минус 7 үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Бұл жерде бізде x кіші немесе тең 6-ға, ал x-мыз үлкен немесе тең 7-ден болады. Бұл жерде 2 емес 6. Сол жерде біз егерде осындай неге сызатын болсақ, сандар осыне сызатын болсақ, 6-дан кіші, яғни ол мына жаққа кетеді, ал 7-ден үлкен ол плюс x жаққа кетеді. Екеуінің қиылысатын, яғни қиылысатын жері жоқ, яғни бұл жерде шарттары қанағаттандыратын сан жоқ болғандықтан, демек мүмкін мәндер жиыны бос жиын. Сол себепті теңдеудің шешімі болмайды екен. Екеуінің қиылысу жерін алу керекпіз. Бұл бізде мүмкін мәндер жиыны болып табылады. Ал екінші мысалда бізде түбірі бар теңдеу болып табылады. Бұл жерде түбір асты 2 минус x минус түбір асты x минус 2 тең 0-ге. Бұл жерде шешуді теңдеудің мүмкін мәндер жиынын келесі теңсіздіктер жүйесі арқылы шешетін боламыз. Яғни бұл жерде 2 минус x үлкен немесе тең 0-ден және x минус 2 үлкен немесе тең 0-ден. Бұл жерде x-іміз кіші немесе тең 2-ге, немесе x-іміз үлкен немесе тең 2-ге болады. Егер де оны жаңағы сан өсіне салатын болсақ, 2-ден кіші, 2-ден үлкен. Бұл жерде бізде қиылысу жоқ деп ойлаймыз, барақта 2 бізде кіргендіктен тек қана 2 саны x, яғни 2-ге тең болған кезде шартты түрде ғана орындалатын болады. Демек теңдеудің мүмкін мәндер жиыны тек қана бір ғана элементтен тұрады, ол 2. Ал ендеше келесі мысалдарға назар аударайық. Және иррационал теңдеулерді, яғни теңдеуді дәрежелеу арқылы шешу бізде әдісі бар. Бұл яғни қалай? Иррационал теңдеулерді шешудің негізгі әдісі бұл теңдеудің екі жағында тиісті дәрежеге шығару. Яғни мысалы бізде мысал ретінде түбір асты x квадрат минус 5 тең 2. Бұл жерде бізде түбір астымыз екінші дәрежелі,
түбір асты болып табылады. Сондықтан біз оны екі жағында квадраттайды екенбіз. Егер мына жерде үшінші дәрежелі болса, онда біз оны кубтаушы едік. Бұл жерде бізде квадрат болғандықтан екі жағында бірдей дәрежеге келтіреміз. Сонда бізде екі дәрежемен квадратымыз бір қысқарып, x квадрат минус 5 тең 4-ке теңдеу шығады. Бұл жерде бізде оңай x квадрат минус 5-ті теңдіктің оң бетіне плюс қылып шығарсақ, ол бізде 9-ды береді, және де x-іміз бізде түбір астына алатын болсақ, плюс минус 3-ке тең болады. Енді мүмкін мәндер жиынын қарастырайық. Бұл жерде x квадрат минус 5 үлкен немесе тең 0-ге, және де бізде бұл жерде x квадрат 5 тең 0-ге деп алатын болсақ, x тең 5-ке болады, және де плюс минус 5-ке, түбір асты 5-е. Және де ол бізде жуықтап алатын болсақ, ол бізде 3-та түбір асты 4 дегеніміз бұл бізде 2 ғой, ал түбір асты 5 дегеніміз ол 2-да бірдеңе болып шығады. Бұл бізде, егер де оны былай алатын болсақ, минус түбір асты 5, плюс түбір асты 5 деп, плюс, минус, плюс. Яғни ол плюс мәндерді қабылдайды осы жерде. Ал бізде 3 дегеніміз ол осы жерде жатыр, және осы жерде жатыр. Яғни ол мүмкін мәндер жиынына кіреді, және де ол теңдіктің мәні болып табылады. Келесі теоремаға назар аударсақ, бұл жерде 2k дәрежедегі түбір асты gx-тің x-тан h түрінде берілген иррационал теңдеу болып табылады. Бұл жерде біз жүйе ретінде аламыз, себебі бізде пара-пар деген ұғым бар, яғни бізде егер де x-тан h, яғни осы теңдігіміз, осы функциямыз үлкен немесе тең 0-ден болса, то осы түрінде берілген теңдеуіміз ол яғни жауап болады. Яғни бізде білеміз, gx-іміз ол бізде үлкен немесе тең 0-ден болу керек. Ал бізде hx-іміз үлкен немесе тең 0-ден болған сәтте осы теңдік орындалады. Яғни ол бір-біріне пара-пар деп айтамыз. Сол себепті оны осы жүйе арқылы алсақ болады. Немесе бізде бұл жерде 2k, яғни жұп дәрежелі иррационал теңдеу болып тұрса, ал егер де бізде тақ дәрежелі, яғни 2k плюс 1 дәрежесіндегі түбір асты болса, бұл жерде бізде gx-імізді да жай ғана неғып аламыз, оның дәрежесіне келтіреміз. Біз білеміз, түбір асты 3, яғни тақ сандардан, тақ дәрежелі иррационал теңдеулерден минус таңбасы шыға береді, яғни ол жерде бізде мүмкін мәндер жиыны аса қатты керек емес. Ал ендеше осы теңдеулерге мысал келтіретін болса, бірінші біздің берілгенімізде есепте айтады, x0 саны теңдеудің түбірі бола аламы? Бізде x0-іміз 4-ке тең, ал теңдік осындай. Бұл жерде біз теңдіктің екі бетінде квадраттаймыз. Квадраттаған кезде x минус 2 тең 2 минус x шығады. Бұл жерде x пен x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинайтын болсақ, 2x тең 4 болады, x-іміз 2-ге тең. Бұл жерде x0-іміз 4-ке тең емес, x-іміз 2-ге тең екен, және де бұл жерде мүмкін мәндер жиынын анықтайтын болса, бұл жерде x минус 2 үлкен немесе тең 0-ден, және 2 минус x үлкен немесе тең 0-ден алған кезде бізде сандар тізбегімізде ол осылай болады, және де оны тек қана 2 мәнін анықтайды, яғни x ол түбірі бола алмайды екен. X деп жазамыз, дұрыс болмайды. Екінші мәнде бізде үшінші дәрежелі болғандықтан оны біз кубтайды екенбіз. Екінші есепте кубтасақ 2 минус x тең x минус 2, x-тарды бір жаққа жинасақ 2x, 4x тең 2, x-іміз 2 бола алады, бұл дұрыс.
үшінші есепте бұл жерде квадраттаймыз. Квадраттаған кезде бізге мына жерде минус таңбасы бар. Соған назар аударсақ, 1 минус x тең минус 1 плюс x болады. Сонда 1 минус x минус 1 минус x пен x-ті бір жаққа аударсақ, бұл жерде мәні бірге x пен x-тар жойылып кетеді. Қысқарып, яғни 1 минус 1 бұл бізде бос жиын, яғни ол бізде мәні болмайды. Және де мына жерде біз мүмкін мәндер жиын алатын болсақ, 1 минус x үлкен немесе тең нөлден, 1 плюс x үлкен немесе тең нөлден болып, сонда x-іміз кіші немесе тең 1-ден, x-іміз үлкен немесе тең минус 1-ден болады. Бұл жерде тең кіші, минус 1-ден үлкен. Мына жерде бізде 0 негізінде кіріп тұр мүмкін. Минус 1 болып барады. Бұл жерде бізде минус 1. Минус 1-ден үлкен сандар, 1-ден кіші сандар. 0 бізде мүмкін мәндер жиыны кіреді, алайда бізде егер де оның орнына қойып көретін болсақ, ол бізде бөгде түбір болады. Ендеше біз қазір барлық емес, бұл жерде бір қиын деген есепті алайық. Мысалы, үшінші есепте бұл жерде түбір асты 2x минус 1 плюс түбір асты x плюс 4 тең 6-ға дейді. Соны біз квадраттайық екі жағында. Сол кезде бізде 2x минус 1 плюс 2 түбір асты 2x минус 1 x плюс 4 қосылған x плюс 4 тең 36-ға. Бұл жерде 2x пен 2x 3x плюс 3 плюс 2 түбір асты 2x квадрат плюс 8x минус x минус 4 тең 36-ға. Бұл жерде егерде 2 түбір асты 2x квадрат плюс 7x минус 4 деп бір жақ қалдырамыз. 36-тан 3-ті азайтқанда 33 минус 3x. Бұл жерде бізде тағы да квадраттасақ 4 2x квадрат плюс 7x минус 4. Бұл жерде квадраттайтын болсақ 33 минус 3x квадрат. Бұл жерде 8x квадрат плюс 7 жерде 4-ім бізде 28x минус 16. 33-ті 33-ке көбейтетін болсақ, 99, 99, 9, 18 бірінде 1089. Минус 33 көбейту 6. 18 бір ойда 198. X плюс 3, 9x квадрат. Барлығын бір оң жаққа жіберсек, x квадрат минус 8, 16 бір ойда 12 бір ойда 226x плюс 1073 тең 0. Егер де біз оны ветпен алатын болсақ, ветпен шығаратын болсақ, қазір бізде түбірлеріміз x квадрат. Бұл жерде минус пен минус қосылады. 16 бір ойда 36 33 минус 3x. Так, 4 2x плюс 7x минус 4.
33 пен 33-ті көбейтсек бір-біріне қанша болады? 1089. 6 көбейту 33. 198. 9x квадрат. 198 қосу 28. 226. Жерден беті шықпай тұр ғой. Мың 89. Қосу 16. Бұл жерде қосқан кезде дұрыс қоспаппын ғой. Мың 105. Сонда 1105 болса, бізде x-іміз 5 пен 221 шығады екен. Енді оның мүмкін мәндер жиын алатын болсақ, 2x минус 1-ді x плюс 4 немесе тең 0-ден. Бұл жерде бізде x-іміз үлкен немесе тең 2-ден 1, x-іміз үлкен немесе тең 4-ден, минус 4-ден. Сонда бізде 2-ден 1, жерден минус 4-ден үлкен, 2-ден 1-ден үлкен. Сонда біздің мүмкін мәндер жиынымыз 2-ден 1-ден плюс x-тікке дейін. Бізде 5 және 221 бұл жиынға кіреді және оның мәндері болады екен. Бұл жерде бізде теңдеуді шешеміз. Бұл жерде яғни біз тағы да бір есеп алайық. Үшінші есепті бұл жерде кубтық екен. Тоже екеуін кубтаймыз. X квадрат минус 8, x минус 2-нің кубы. X квадрат минус 8, x куб минус 3x квадрат көбейтілген 2 плюс 4 12 x плюс 8 минус 8 минус 8. Сонда минус 8 минус 8 кетеді. Бұл жерде x куб минус 6x квадрат минус x квадрат плюс 12x тең 0 шығады. X куб дегеніміз минус 7x квадрат плюс 12x тең 0. Бұл жерде x шығар жерсек, x квадрат минус 7x плюс 12 шығады. Сонда x-іміз 0-ге және бұл вет арқылы есептесек, бізде 4 пен 3-ті береді екен. Енді анықтау облысы бізде бұл жерде керек емес, себебі түбірасты 3 дәрежелі түбірасты болғандықтан оның плюс және минус сандарды қабылдай береді. Осымен біздің иррационал теңдеулеріміз тақырыбы аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Яғни иррационал теңдеу дегеніміз ол бізде айтып кеткеніндей түбір астында қандай да бір айнымалы x саны болса және оны табу керек болған кезде қолданамыз. Оның шығару жолдарын қарастырдық. Біріншісі ол бізде екі жағында бірдей дәрежеге шығару керекпіз. Және де келесі сабақта мен сіздерге яғни қандай да бір мүшені т санына немесе а түрлендіру амалын үйрететін боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі көріскенше сау болыңыздар.